Сәлем балалар! Бүгін біз 5-ші тарауды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі өтетін сабағымыз present simple negative. Өткен жолы біз present simple affirmative, яғни болымды түрін өтсек, бүгін біз present simple negative, яғни жай осы шақтың болымсыз түрін өтетін боламыз. Олай болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз балалар. Бүгін біз 59-60 түрдегі барлық тапсырмаларды орындайтын боламыз. Олай болса, бастаймыз. 59-ші бетті ашайықшы балалар. Exercise 1. Look at the table and complete the rules. Мына ережеге қарап отырып, астында қалып кеткен сөзді жазу керекпіз. Балалар, present simple дегеніміз жай осы шақ, иә? Біз өткен жолы болымды affirmative өтсек, бүгін болымсыз негативті өтетін боламыз. Жалпы негативті сөйлемді болымсыз жасау үшін бізге көмекші етістік керек. Do not деген, яғни don't деген көмекші етістік керек. Мысалға, біріншісінде I don't travel in the summer. Мен жазда саяхаттамаймын. Don't болып тұр, бірінші жақта. Екінші жақ, you don't travel in the summer. Сен саяхаттамайсың жазда. Үшінші жақта ғана ерекшелік бір қараймыз. He, she, it. Ол деген жерде біз don't емес doesn't қоямыз. He, she, it doesn't travel in the summer. Келесі көпше түрде we don't travel in the summer. Біз саяхаттамаймыз. You don't travel in the summer. Сендер саяхаттамайсыңдар. They don't travel in the summer. Олар саяхаттамайды. Балалар, не ерекшелік көрдік? Тек қана үшінші жақта ғана he, she, it doesn't болады. Қалған бәрінде don't қолданады екен. Енді астындағы ережеге қараймыз. We form the negative of the I, you, we and they forms with. Яғни бірінші жақ, екінші жақ көпше түрде біз қандай болымсыз көмекші етістікті қоямыз? Don't деп жазып қоямыз, иә? Екіншісінде we form the negative of the he, she, it forms with doesn't. Яғни тек қана үшінші жақта he, she, it біз doesn't көмекші етістігін қоямыз. Міне осылай жазып аламыз балалар. Балалар, мен мына жерде астындағы екіні емес, қасында тұрған төртті орындап кеттім. Соны түсіндіру өтейін. Exercise 4. Complete the sentence with the correct present simple negative form of the verbs in the box. Мына жерде қорапшаның ішінде берілген етістіктерді қолданып отырып, алдына болымсыз көмекші сөзді қоя отырып, сөйлемді жазып шығуым керекпін. Олай болса, бастаймыз. Біріншісінде, here in China we don't give Christmas presents on 25th December. Екіншісінде, Australians don't celebrate Midsummer Day in June because it's winter there. Үшіншісінде, Harry from Egypt, he doesn't eat in the day during Ramadan. Third, I'm English, I don't eat grapes on New Year's Eve. Бесіншісінде, people in Africa don't play the didgeridoo. Alta, here in India we don't make sweets for the Day of the Dead on 2nd November. Жетіншісінде, people in Kazakhstan don't celebrate Nauruz in February. Міне осылай төртті жазып аламыз. So next, exercise 2. Choose the correct words. Енді екінші жаттығу балалар. Бұл жерде екі болымсыз көмекші етістік берілген. Біз дұрысын таңдау керекпіз. Біріншісінде, I don't ski in the winter. Бірінші жақ болғандықтан don't аламыз. She doesn't give presents. 3. Mr. Diddley doesn't have a party in Rio. 4. We don't travel in the summer. Бесіншінде, my dad doesn't cook. Міне осылай жазып аламыз. Келесі тапсырма exercise 3. Make negative sentences. Мына сөйлемдерді біз болымды сөйлемдерді болымсыз сөйлемге айналдыру керекпіз. Олай болса бастаймыз. I eat turkey. My sister doesn't eat turkey. Екіншісінде, people in Spain eat grapes at New Year. We don't eat grapes at New Year. 3. Lady Toffingham stays in Switzerland. I don't stay in Switzerland. Mr. Diddley likes hot dogs. Lady Toffingham doesn't like hot dogs. 5. People here dance the samba. My grandparents don't dance the samba. 6. Fernando celebrates his name day.
his name day. Heidi doesn't celebrate his name day. Міне балалар, 6 сөйлемді осылай болымсыз сөйлемге айналдырып жазып шығамыз. Ары қарай кеттік. 4-ші тапсырманы орындадық жоғарыда. Енді 5-ші тапсырманы орындаймыз. Exercise 5. Think of affirmative and negative sentences for different months of the year. Use words in the boxes дейді. Болымды және болымсыз сөйлемдерді қолданып отырып, жылдың айларын қоса отырып, мына сөздерді пайдаланып отырып сөйлем құрау керекпіз. Қорапшаның ішіндегі. Мен сөйлем құрадым. Біріншісінде I don't go skiing in the mountains in December. Бірінші сөйлем. Екіншісінде people here celebrate the Nauruz in March. Үшіншісі our school opens a new club in April деп 3 сөйлем құрадым балалар. Жазамыз. Және астында 6-ші тапсырмаға қараймыз. 6-ші тапсырмада working group invent a new special day. Use vocabulary from this unit. Tell the class about your day. Топтық жұмыс болып жасау керек біз негізі балалар, я? Ойымыздан бір мерекені ойлап тауып, осы сөздерді қолдану арқылы соны жаз деген. Яғни, я? Мен өзімнің ойымнан жаздым, балалар өзгертіп жазуға болады. Мысалға, мен ағалар күнін, яғни бауырлар күні деп алдым. Our new holiday is Brothers Day. On this day, family members spend time with each other. It's a day to give gifts to each other and play various games. Осылай жазып алсақ болады. Ары қарай жалғастырамыз. Енді біз 60-шы бетті ашамыз. 60-шы бетте бізде speaking, making suggestions, яғни айтылым берілген, я? Бірінші сурет, exercise 1, бірінші тапсырмаға қараймыз. Look at the photo. What are the people? What they have got? Суретке қара деген балалар, я? Бірінші тапсырмадан. Суретке қара, және олар кімдер, не істеп тұр? They are at school. The 2 girls in front have got their school bags. Олар оқушылар және олар мектепте тұр. 2 қыздың бір-біріне қарама-қарсы мектеп сөмкесін ұстап алған, я? Ары қарай 2-ші тапсырма listen and complete dialogue. Төбеде берілген диалогты оқып толықтыруымыз қажет, яғни түсіп қалған сөздерді мына жердегі қорапшадағы 2-ші тапсырмада қойып шығуымыз керек. Олай болса, мен Селли мен Розаның диалогын оқып берем балалар. Тиісті жерге сөздерді қойып шығамыз. Hey, what's that music? Sally. I'm in a samba band. We have got band practice now. Rosa. That's great. Sally. Yes, there is practice every Friday, and in July we are the Brighton Carnival. Why don't you come along? Rosa. But I don't play an instrument. Sally. That doesn't matter. Why not come and dance or make some costumes? Rosa. Yes, okay, why not? Міне балалар, яғни 4 жерге what is, біріншісіне, екіншісіне we have, үшіншісіне July, төртіншісіне make қойып шықтық. Exercise 3. Cover the dialogue and order the key phrases, then check your answers. Мына жерде кілттік фразалар берілген, және олар орындар ауысып кеткен. Біз төбедегі диалогқа қарап отырып, дұрыс орын рет-ретімен қоюымыз керекпіз. Біріншісінде why don't you come along болады. Екіншісінде but I don't play an instrument. 3. That doesn't matter. Төртіншісінде why not come and dance. Бесіншісінде okay, why not деп рет-ретімен диалог бойынша қойып жаздым. Ары қарай 4-ші тапсырма match problems 1-6 with solution AF, then write and practice mini dialogues about the situation. Балдар, мына жерде біріншісінде проблема берілген, екіншісінде шешімі берілген. Яғни біз сәйкестендіру керекпіз, проблеманы шешіммен жабу керекпіз, я? Біріншісінде қараймыз. There aren't any buses. Ол жерде автобустар жоқ. Шешімі қалай болады? Шешімі F, walk болады. Онда жаяу барамыз, я? Екінші, the hot dogs are terrible. Мына хот-догтар өте жаман екен. Шешімі қандай болады? Eat a salad. B, яғни, я? Онда салат жеу. 3. I haven't got a present for my friend. Бізде шешімі make a cake. 4-шінде I don't think. Өлең айтпаймын. Бізде шешімі 4-шінде dance. Онда билейміз.
Бесінші, my friend is in hospital. Шешімі D, visit. 6, I'm at school on my birthday. Шешімі бізде E, celebrate on a different day. Міне осылай жазып аламыз. Ары қарай 5-ші тапсырма exercise 5. Қараймыз балар. Look at the situation in the pictures and work in pairs. Write a new dialogue for the boy and the girl. Астында сурет берілген ситуацияға қарай біз диалог құрауымыз керекпіз. Яғни жұппен бірге ол бала болсын, я. Мен қысқаша диалог жазып кеттім. Соны өзгертіп те жазсаңдар болады балалар. What is this? It's a disco and a salsa competition. Why don't you come along? But I don't dance. Міне осылай жазсақ болады балалар. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса лайк басып кетеміз. Ал сұрақтар болса комментарийға жазып кетеміз. Мен барлық сұрақтарға жауап беремін. Сау болыңыздар.